Бастамас бұрын жазылуды ұмытпаңыз және лайк басыңыз. Әңгіме Чоймен басталады. Ол бір кездері аңызға айналған киелер болған. Мұндай киелердің жолы оны кесіп өткен кез келген адам үшін қирау әкелетін. Бірақ қазір Чой тәубе етуге ниетті, шынайы тәубе. Ол тыныш, қарапайым өмір сүргісі келеді, қылмыс көлеңкесінен аулақ. Алайда күнә жолы оңайлықпен жібермейді, және ол бір кездері тиесілі банда оны босатқысы келмейді. Олардың басшысы Кук 100 пышақпен талап етеді. Чой олардың бақылауында қалуы керек, немесе соңғы дұғасын оқи беруі мүмкін. Біз Чойды көреміз, ол 10 жылдық ұзақ мерзімнен кейін түрмеден шығып, енді еркін адам. Барлығын істегеннен кейін ол тек тәубе ету құқығын емес, өзін құлыптау құқығын да тапқанын сезінеді. Түрмеден шыққан бойда ол шөлге қарай жүреді. Онда сәнді, мүмкін емес дәрежеде элегантты автомобиль күтіп тұр. Ол күшті айқайлап тұрғандай автомобиль. Алдыңғы әйнекте Кук деген бір ғана есім жазылған карточка жатыр. Кук Чой бір кездері жұмыс істеген банда басшысы. Чой түрмеге түскен себептің өзі Кук. Чой киімін ауыстырады, машинаға отырады және жүруге дайындалады. Сол сәтте Куктың адамдарының бірі қашықтықта тұрып оны бақылап тұрады. Оның жалғыз міндеті Чой машинаны алғанын растау. Оны көрген бойда ол бірден Кукқа хабар береді. Сонымен қатар Чой шөлдің тереңіне қарай жүреді. Біз Кукқа ауысамыз, ол оң қолы Кангпен отыр. Кук 10 жыл тез өткенін таң қалдырады, және Чойдың мүлдем босатылғанына таң қалады. Канг тыныш сұрайды. Чоймен енді не істейміз? Бірақ Кук оларды тоқтатады. Көп сұрақ қойма, айтылғанды орында. Біз шағын шіркеуге ауысамыз, онда діни қызметкер қоңырау дыбысын естіп, не болғанын көруге шығады, және сыртта бір адамды күтіп тұрғанын көреді. Ол жеке мәселені талқылағысы келеді дейді. Діни қызметкер оны ішке кіргізіп тыңдайды, ал адам бір түрлі нәрсені мойындайды. Бала кезінде бір топ ұлдар оны қатты қорлаған, ол күн сайын олардан қашып, олар тозақта жансын деп дұға еткен. Қазір ол қорқады. Егер ол өліп тозаққа барса, сол топ оны күтіп тұрса тозақ ойын-сауық паркі сияқты болса. Діни қызметкер жұмсақ түсіндіреді. Жақсы істер адамды тозаққа жібермейді және оған дұға етуге, қайырымдылық жасауға, жүрегін тазартуға кеңес береді. Бірақ сыртта қорқынышты нәрсе болып жатыр. Іштегі адаммен бірге жұмыс істейтін қыз бомбаны құрастырып жатыр. Иә, бомбаны дәл шіркеудің ортасында. Ол жұмысын аяқтайды және адамға сыртқа шығуын айтады. Ол кенет тұрып, діни қызметкердің бетіне жұдырықпен ұрып тыныш шығады. Сыртта қыз детонаторды басады, ешбір қарсылықсыз, бүкіл шіркеуді отты дауылға айналдырады. Содан кейін ол және оның серіктесі жойылудың жанында суретке түседі, қорқынышты тыныштықпен және мазасыз таза ар-ұжданмен. Біз олардың шағын, бірақ өлімге толы бандаға тиесілі екенін білеміз. Олардың ақыл ойлары өткір және қатыгез. Олардың аттары Джин және Ли. Чойға оралсақ, ол әйелі киімді көруге барады. Ол оның өткен қылмыстары үшін, түрме үшін, ол көрген азап үшін әлі кешіре алмайды. Бірақ ол бәрін оның үшін істеген, оның тамағы үшін, оның өмір сүру үшін. Ол өзінің өмірінің әрбір тынысын оған берген, бірақ ол енді оны солай көрмейді. Ким оған еріп келуін айтады. Ол оған бір нәрсе көрсеткісі келеді. Ол оны балаларға арналған жеке балет мектебіне апарады. Ол би билеп тұрған кішкентай қызға нұсқайды. Ол сенің қызың дейді Ким. Ол түсіндіреді. Чой түрмеге түскенде ол жүкті екенін білген. Ол жалғыз, қатты күрескен, қызын тәрбиелеген, оның атын енді білеміз. Чой таң қалды, оның жүрегі бұл шындықтың ауырлығына төтеп бере алмайды. Ол мектептен сыртқа шығады. Ким оның артынан ереді және айтады. Ол оны мен таныстырмайды, тек ол жақсы адам болып, қылмыстан аулақ, зорлық-зомбылық өмірден аулақ қалыпты өмір сүргенде ғана. Ал қазір, қымбатты көрермен, біз 10 жыл бұрынғы өткенге ораламыз, Чой тұтқындалған күнге. Біз оны тыйым салынған жерге кіріп бара жатқанын көреміз, онда заңды ештеңе жоқ. Ішке кірер алдында ол электрді кеседі, бірден қараңғылық басады және Чой шабуылын бастайды жұдырықтарымен, аяқтарымен және қаруларымен. Ол күзетшілерді бір-бірлеп ұнтақтайды. Ол дауыл сияқты, аузынан шығуға дайын жалын сияқты қозғалады. Денелер бірінен соң бірі құлайды, ол олардың басшысына жеткенше. Суық, тыныш қатыгездікпен Чой оны пышақтайды. Тек кейін біз білеміз.
Оны Кук жіберген, сол басшыны өлтіріп, өзі билікке келу үшін. Қазіргі уақытқа ораламыз. Чой Куктың компаниясының штаб пәтеріне келеді. Куктың кеңсесінде Канг оның адамдарына Чой ғимаратта екенін хабарлайды және барлық күзетшілерді жинауды бұйырады, егер бірдеңе болса. Канг сыртқа шығып Чойды қарсы алады. Ол вазадан гүлдер алады, мазақ күлкімен оған қарай жүреді және айтады: келетініңді алдын ала айтсаң, бүкіл еденді раушан гүлдерімен жауып тастар едік. Чой реакция бермейді, ол Кангтың 200 екенін біледі. Чой Кукты сұрайды. Канг оны ішке апарады. Кук Чойды көрген бойда жылы қарсы алады және әңгіме бастайды. Бірақ Чой уақытты босқа өткізбейді, ол ашық айтады: мен тыныш өмір сүргім келеді, сенімен жұмыс істегім келмейді. Кук таң қалады. Ол неге деп сұрайды. Чой жауап береді: түсіндірсең де түсінбейсің. Канг оны есінен шығару үшін Чойдың бетіне бірнеше рет жұдырықпен ұрады, кіммен сөйлесіп тұрғанын еске салу үшін. Бірақ Чой үндемейді. Ол бөлмедегі барлық сүйектерді сындыра алар еді, бірақ өзін ұстайды. Ол жай ғана қалыпты өмір сүргісі келетінін қайталайды. Кук оны мазақ етеді. Не, мені зомби деп ойлайсың ба? Мен қалыпты өмір сүремін. Чой сарказмге назар аудармайды, тұрып шығады. Лифтте Кук оған 10 жыл түрмеде отырған үшін өтемақы ретінде ақша толы қапшықты қояды. Олар оны сынған, үмітсіз деп ойлайды. Бірақ шынайы таң қалдыратын нәрсе, Чой ақшаны алмайды. Кук адамдарына Чойды бақылауды, бәрін хабарлауды бұйырады. Сонымен қатар Ким дәрігерге барады. Дәрігер қорқынышты нәрсені ашады. Кимде лейкемияның алғашқы белгілері бар, және ол бірден емдеуді бастауы керек. Чой бұл туралы білмей, ескі досы Джонға барады. Джон бір кездері Куктың адамдарының бірі, Чой сияқты кәсіби өлтіруші болған, бірақ Құдай оны жаңа өмірге бағыттаған. Чой Джонның денесіндегі күйік іздерін байқайды. Джон түсіндіреді. Зауытта өрт болған, оның адамдары өртте өлген, бірақ ол Қытайға қашып үлгерген. Онда ол әйелімен танысып үйленген және бала туған. Бірақ ол кеткен кезде Канг оның орнын пайдаланып, Куктың адал иті болған, өйткені Джон бір кездері Куктың шынайы оң қолы болған. Джон қайтып келгенде Канг оны өлтіруді жоспарлаған, өйткені орнын алудан қорыққан. Бірақ Джон оған қылмыстық өмірден бас тартқанын, әйелі және қызымен қалыпты өмір сүргісі келетінін айтқан. Сонда Чойда өткенде істеген барлығын өкінішті екенін айтқан. Джон жауап берген: қарашы, бауырым, мен ешқандай қиындықты қаламаймын. Өмірің қалыпты болғанда ғана саған келеді. Чой кетіп барады және жолда Кангқа тап болады. Ол шын мәнінде оның адамдарымен оны бақылап жүрген. Канг Чойға Кук оны өте алаңдайтынын, сондықтан олар көзін алып жүргенін айтады. Ол Чойға қалыпты өмір туралы ұмытуды ескертеді. Оның өмірі олармен бірге жақсы болады. Ақша қолында күріш сияқты ағады және Джон және басқалар оны ұстап, балық сияқты турап тастамау үшін. Чой оған өз қайғысында қалуын айтып кетіп қалады. Екінші жағында Джин және Ли көпірде отырып, заңсыз зат ішіп отыр. Канг Джинге қоңырау шалып, діни қызметкерді күтіп алғанын, өлтіргенін немесе жоғын сұрайды. Джин діни қызметкер енді күнәлар үшін төлеп жатқан шығар дейді. Сонда Канг Лиге тағы бір миссия береді: Чойды өлтіру. Ол Чойдың машинасының сипаттамасын және нөмірін береді. Кук бұл жоспар туралы ештеңе білмейді. Канг жай ғана Чойды өлтіргісі келеді. Ол Куктың назарын өзіне аудармау үшін. Келесі күні Чой қызының мектебіне ойыншықпен барады. Сол кезде Ким қызын түсіріп жатыр. Ол Чойды алыстан көріп, байқамағандай кетіп қалады. Бірақ Чой оның артынан ереді. Ким ашуланып тоқтайды және не қалайтынын сұрайды. Кенет ол құлап, есінен танып қалады. Чой дүрбелеңге түсіп, не болғанын білмейді. Ол оны машинасына көтеріп, ауруханаға апаруға асығады. Бірақ жолда басқа машина оларға соғылып, қабырғаға қысып тастайды. Шыны Кимге түсіп, ол қан кетеді. Оларды соққан Джин және Ли. Олардың миссиясы Чойды өлтіру, бірақ Ли Джинге оны басқа уақытқа қалдыруды айтады, ұсталып қалмау үшін. Қазір Чой оны ауруханаға апарады, бірақ жолда Ким қайтыс болады. Ол қатты қайғырады, өйткені ол жоспарлаған өмірді онымен және қызымен сүруге мүмкіндігі болмады және қызы әлі оның кім екенін білмейді.
Ол әйел үшін қатты кек алуға шешім қабылдайды. Ол Кимнің үйіне оның телефонымен барады, және қызы Мбге қоңырау шалады. Ол есікті ашып, кім екенін сұрайды, қорқады. Сол сәтте оқ жаудыра бастайды, тағы да Джин және Ли. Чой Мбге ішке тез кіруді айтады және жасырынады. Джин оны қуады, Ли Мбмен лифтке отырады. Джин қараңғы ғимаратта Чойды іздейді. Кенет шамдар қосылып өшіп, дәлізде көлеңке жүгіріп барады. Джин оны қуады, бірақ ол тек бала болып шығады. Кенеттен Чой оған шабуыл жасап, ұстап, ғимараттан лақтырып жібереді. Чой төмен түсіп, Джиннің телефонын тауып, жауап береді. Ол Ли. Ли Чойдың дауысын естіген бойда қоңырауды өшіріп, Мбді ұрлап кетеді. Чой Кимнің үйіне асығады, бірақ қызын таппайды. Сондықтан ол Джинді ұрлап кетеді. Сонымен қатар Канг Кукқа барады, және діни қызметкер өлді, біз қалағандай дейді. Біз білеміз. Кук шіркеу салынған жерді қалаған, бірақ діни қызметкер үлкен ақша сұраған, сондықтан өлтіру арзанырақ болған. Канг Кукқа жаңа компанияның орнатылғанын көрсетеді. Кук Чой туралы сұрағанда Канг ештеңе білмейтінін айтады. Чой Джинді шалғай жерге апарып, машинасынан сүйреп шығарып, қатты ұрады, еденді сүртеді, Мбдің орнын айтқызу үшін. Бірақ Джиннің денесі жансыз, ауруды сезбейді және тіпті ұра берсең өлтіремін деп айтады. Чой ұра береді, Джин тоқта деп айқайлайды. Чой оған серіктесін Лиге қоңырау шалуын айтады. Джин олай істей алмайтынын, ол оны блоктағанын және жақында қоңырау шалатынын айтады. Бірнеше секундтан кейін Ли қоңырау шалады. Ол Чойға егер Мбді қаласаң Джинді қайтар дейді. Ол тіпті Чой Джинді тамақтандыруы керек, өйткені ол аш деп әзілдейді. Чой ашуланып, олар оны қайырымдылық лигасы деп ойлай ма деп сұрап, қоңырауды өшіреді. Джин Чойға егер қызыңды қайтарғың келсе, мені ұрмауды тоқтат, мен Лиге қайтаруға мәжбүрлеймін деп уәде береді. Чой өзін ұстай алмай, Джинді тұншықтыра бастайды, бірақ Джин егер мен өлсем қызыңды ешқашан тапайсың деп еске салады. Канг Джиннің қоңырауын күтіп Чой өлді ме деп білу үшін. Бірақ кенет Чой компания ғимаратына өз машинасымен кіріп келеді. Кангтың адамдары машинаға шабуыл жасайды, бірақ Чой оларды қайта-қайта соғып, егеу құйрықтар сияқты құлатады. Оның машинасы мықты және әрең зақымданған. Чой шығады, Кангты ұстап, су цистернасына батырып, ұрып, қызың қайда деп сұрайды. Канг ештеңе білмейтінін ант береді, өйткені шынымен білмейді. Джин Кангқа қаруын алуға сигнал береді. Канг ішке жүгіріп, қаруды алып, Чойға оқ жаудыра бастайды. Бірақ Чой тәжірибелі гангстер болғандықтан оқтардан оңай жалтарып, машина артына жасырынады. Джин өтінемін, кетейік, мен сенің қызың қайда екенін білетін жалғыз адаммын. Мен өлсем ешқашан таппайсың дейді. Чой тыңдап, машинаға отырып кетеді. Канг ашуланып, қызғаныштан жанып тұр, өйткені Чой оны қорлады, әсіресе Кук Чойды қажет ететінін және бағалайтынын білетіндіктен. Машинада Джин истерикалық күліп, олардың тірі қалғанына сенбейді. Оның тұлғасы бір түрлі, дерлік есінен ауысқан, тіпті Чой оны топырақта сүйрегенде де күледі. Сонымен қатар Ли Мбден ол Джинмен бірге келген адам әкесі ме деп сұрайды. Мб әкем жоқ, тек анам бар дейді, өйткені ол оны ешқашан білмеген. Ол үйге қайтқысы келеді, өйткені анасы алаңдап тұрған шығар және анасының ауырып қалғанын біледі. Мб анасының қайтыс болғанын ешқашан білмеген. Ли оны жұмсақ жұбатып, қорқып тұрған кішкентай қызды торға салып жабады және ертең анаңа апарамын дейді. Чой жанармай бекетінде тоқтайды және дәретханаға кіреді. Ол барлық жерден қан кетіп тұр, жарақаттарынан қанды сүртеді. Джин машинадан шығып, өзіне сүйреліп, шағын дүкенге кіреді. Ол кассирге телефонды пайдалану керек екенін, оған көп ақша беретінін айтады. Джин Лиге қоңырау шалып, Чой өте бір түрлі екенін суық айтады. Ли оны жұбатады, ешқашан тастамайтынын, қандай болса да дейді. Олар Чой үшін жоспар құрып, кездесу орнын келіседі. Бірнеше уақыттан кейін Чой қайтып келеді, және Джиннің машинада жоқ екенін байқайды. Ол оны дүкенде жайлы отырып, демалыстағыдай тамақ жеп отырғанын табады. Сол сәтте Ли Чойға қоңырау шалып, Джинді бақылап тұруын, ертең Джин оны кездесу орнына апаратынын айтады. Ол бетіне қоңырауды өшіреді.
Джин жылдар бойы тамақ көрмегендей жеп отырады. Келесі күні Мб торды ашып тыныш шығып қашуға тырысады. Бірақ қашып шығайын деп тұрғанда, Ли дәл сол жерде отырып тамақ жеп отырғанын көреді. Ли тыныш Мбді торға қайта салып, қорқытушы тонмен бұл жолы құлыптамаймын, бірақ тағы қашуға тырыссаң анаңды ешқашан көрмейсің дейді. Ли Джиннің аман есен оралуынан басқа ештеңеге мән бермейді. Куктың компаниясында Канг оның алдында суға батқан жеңілген тышқан сияқты тұрады. Кук адамдарының біріне ауыр мүсіннің басын Кангтың қолына қоюды бұйырады. Кук егер ол түсірсе өлтіріледі дейді. Бұл Куктың абсолютті үстемдігі мен қатыгездігін көрсетеді. Ол ешкімді бағаламайды, тіпті Кангты да. Ол Кукқа табынатын, оны қуанту үшін бәрін құрбан ететін. Кук Кангтан не болғанын түсіндіруді сұрайды. Канг өтірік айтып, біреулер шабуыл жасады дейді. Кук адамдарының біріне Кангтың аяғына толық күшпен соғуды бұйырады. Канг аурудан айқайлайды және Чойды өлтіру үшін қылмыскер жалдағанын, барлық хаос Чойдан екенін мойындайды. Кук неге Чойды өлтіргісі келгенін сұрайды. Канг тағы өтірік айтады, барлық мәселені аяқтағысы келген. Куктың көмекшісі оны қаттырақ соғады. Канг жерде жылан сияқты бұралып ауырады. Ақырында Канг шындықты мойындайды. Ол Чойды өлтіргісі келген, өйткені Чой оны әрқашан кішірейтіп, маңызсыз еткен, ол кек алғысы келген. Куктың көмекшісі оны ұра береді. Канг кенет ашуланып Кукқа айқайлайды. Ол оған сансыз нәрсе істеген, қылмыс жасаған, апаттар тудырған, өмірін қатерге тіккен, бірақ Кук әлі де оны айыптап жазалайды. Кук пистолетті Кангтың маңдайына тіреп, пистолет ұстау адам етпейді деп ескертеді, және енді өз бетімен еш нәрсе істеме дейді. Содан ол Кангтың басының үстінен оқ атады. Шынайы мафия патшасы, қорқынышты және абсолютті. Канг қорқыныштан сергетіп, сөйлей алмай қалады, тағдырының қандай болуы мүмкін екенін толық түсінеді. Ол жай ғана мойынсұнуға және істегенін түзетуге мәжбүр. Сонымен қатар Чой Джинмен бірге Ли қоңырау шалғанша күтеді. Сол уақытта Ли бомбаларға толы ферма дайындап жатыр, ол өзі жасайды. Айқын Чойға өлімге толы бірдеңе жоспарлап. Оны елемеуге болмайды. Түнде Чой Джинмен кездесу орнына қарай жүреді. Екінші жағында Канг және оның адамдарының бірі Хун Ройға бара жатыр. Көмекші Кангтан соққыдан әлі ауырып тұрма деп сұрайды. Канг әрқашан ауыратынын және бұл азап мәңгі жалғасатынын айтады. Кангтың кейіпкері өкінішті, қатыгез өлтіруші болса да, Кук үшін ұятқа қалған. Ол Кукты құпияда жек көреді, және мүмкіндік болса өлтірер еді. Олардың машинасы кенет ағашқа соғылады. Көмекші бірден өледі. Канг ешбір әсерсіз жүргізуші орынға отырып, ештеңе болмағандай жалғастырады. Чой және Джин Лиге күтіп отыр. Джин әңгіме бастауға тырысып, Чойдың қызы бар ма деп сұрайды. Чой қысқа жауап береді, иә. Джин маған өз тарихымды айтайын дейді. Ол діни қызметкерге айтқан сол оқиғаны қайталайды. Бір топ ұлдар оны қорлаған, ол олардың өмірін бұзған. Бірақ шынайы шындық әлдеқайда қараңғы. Бір күні сол топ Джиннің үйіне кіріп, бәрін ұрлаған. Сондықтан Джин бүкіл үйді өртеген, олар іште жанатын деп елестетіп, өйткені оларды қатты жек көрген. Бірақ содан кейін әжесі әлі үйде екенін есіне түсірген. Сол сәт оны травмаға ұшыратқан. Чой сонда маған өз тарихымды айтайын дейді. Ол Джин оның өміріндегі ең сүйікті әйелін өлтіргенін түсіндіреді. Чой онымен бәрін дұрыстағысы келген, шынайылығын дәлелдегісі келген, ол көрген барлық азап үшін өтеуге тырысқан. Бірақ Джин бәрін бұзған. Джин сонда оларды соққан машинада өлген Чойдың әйелі екенін түсінеді. Сол сәтте Ли келеді. Джин жерден секіріп, мотоцикліне секіреді. Ол Чойдың машинасына бомба лақтырады. Бұл алдау, Мб әлі Ли апарған жерде. Чой зиянсыз, оның машинасы өте мықты. Ол Ли мен Джинді қуады, оларды тоннелге дейін. Джин оған бірнеше бомба лақтырады, бірақ Чой әрқайсысынан жалтарады. Қуғын жалғасады, Джин субмашиналық пулеметті шығарып, жабайы оқ жаудырады. Чой кенет тежеп, мотоциклді аударып, апатқа ұшыратып, екеуін жерге лақтырады. Сол уақытта Мб тордан тағы қашады және иттен өтіп қашуға тырысады. Бірақ ит оны байқап есікке дейін қуады.
Ол шабуыл жасайын деп тұрғанда, есік ашылады. Канг пен Куктың адамдарының бірі қабырға сияқты зор адам пайда болады. Ол итті ұстап, ештеңе емес сияқты лақтырып жібереді. Біз оларды сол жерде қалдырып, Джин және Ли жерде жатқан жерге ораламыз, Чой олардың үстінде тұр. Содан ол кетуге бұрылады, және «Мбы қайда?» деп сұрайды. Бірақ ол айта алмайтынын айтады, өйткені Мбы оған ол әкесі емес, әкем жоқ, бұл әлемде анамнан басқа ешкімім жоқ деп айтқан. Сол сәтте Чой өзін ұстай алмайды, ашу бетінде жарқ етіп, егер айтпасаң қазір өлтіремін деп қорқытады. Сонда Джин кірісіп, айта бер, әкең үшін, бұл адам ақылынан айырылған, бізді екеумізді өлтіруі мүмкін дейді. Ли енді таңдаусыз, дірілдеп келіседі, және Чойға орынды көрсетуге келіседі. Содан кейін Джин Чойды сол жерге апарады, және Чой машинадан шыққан бойда таң қалудан қатып қалады. Оның иті өліп жатыр. Оның беті аурудан бұзылады, қайғы соққы сияқты келеді, және жүрегі қорқыныштан толады. Ли итті қалай жақсы көретінін елестетеді. Чой мен Джин ішке кіреді, бірақ Куктың көмекшісі орындықта тыныш отырып күтіп тұрғанын көреді. Джин оған жақындап, сен Кангпен бірге жұмыс істеп жатырсың ба? деп сұрайды, бірақ сөйлемін аяқтамайды. Бір сәтте қылмыскер қолын Джиннің бетіне қатты соғып, Джин есінен танып құлайды. Адам орындыққа қайта отырып, салқын және сабырлы түрде Чойға алға шығуға сигнал береді. Чой оған шабуыл жасайды, бірақ қылмыскер әлдеқайда күшті, оның физикалық күші басым. Ол оңай қарсы тұрады және Чой бір соққыдан жалтарғанда, адамның күші Чойды жерге құлатады.